Әріптестер, видеоларыңызды қосып қойыңыздар. Қалдарыңыз қалай? Әріптестер, қайырлы күн. Даусым естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә. Әріптестер, қайырлы күн. Даусым естіліп тұр ма? Иә, естіліп. Әріптестер, қайырлы күн. Мен Балқаш қаласы Сәкен Сейфуллин атындағы
Номер 7 мектеп гимназиясы музыка пәнінің мұғалімі Ерубаева Риза Бейбекұлы. Менің бүгінгі таңда сіздермен бөлісетін әдістемелік нұсқауымның тақырыбы мектептегі оқушылардың сахналық мәдениетін қалыптастыру. Бұл жерде мектеп оқушыларының сахналық мәдениетін қалыптастыру атты әдістемелік құралды сахналық өнердің негіздерін, оның жас ұрпаққа әсерімен және білім беру жүйесінде сахналық мәдениетті дамытуда жолдарын қамту туралы сіздерге ұсынып отырмын. Оқушыларға сахналық мәдениетті үйрету, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, сондай-ақ сөйлеу мәдениеті, актерлік шеберлігі, эстетикалық талғамдары, сахнада өздерінің еркін ұстауы, сахнаның әрбір мәдениетін, сахнаның құндылығын білуге, осы үйретуге осы әдістемелік құралды дайындап отырмын. Яғни бұл арқылы оқушылардың сахнаға деген қызығушылықтарын арттырамыз. Бүгінгі әдістемелік нұсқауының негізгі мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, сахналық өнердің негіздерін меңгерту және эстетикалық талғамын қалыптастыру арқылы сахналық мәдениеттің маңызын түсіну, сонымен қатар сахналық өнерге деген қызығушылығы мен сүйіспеншіліктерін мамандық таңдауға кәсіптік бағдар беруге қолдау көрсету мақсатында. Бұл жерде бізде ең жоғарғы міндетіміз оқушылардың сахналық өнердің негіздерін таныстыру және оның тарихи маңызын түсіндіру, актерлік шеберлік, сөйлеу мәдениеті, сахнада өзін ұстай білу, сондай дағдыларды дамыту, шығармашылық ойындар мен жаттығулар арқылы оқушылардың көркем сөйлеу қабілеттерін дамыту, эстетикалық және мәдени білімді қалыптастыру, өнерге деген қызығушылықты дамыту, сахналық қойылымдарға қатыстыру, балалардың өнер құндылығын, ұлттық құндылықты дамытуға міндеттер, осы дамытуға міндеттері айқындалып алынып отыр. Оқушылардың шығармашылық әулетін аша отырып, осы әдістемелік құралымды дайындамас бұрын бірінші біз оқушылармен мектептегі барлық жүргізілетін іс-шаралардың аясында жүргізіледі. Сахналық мәдениетті сөйлеу дегеніміз, яғни қимыл қозғалыс, сыртқы келбет арқылы көрерменге әсер ету өнері. Мектеп оқушылары үшін бұл өте маңызды. Негізгі қағидалары әртүрлі негізгі қағидаларға сахнаға сенімді, өздеріне көрсететін, орындайтын шығармашылықтарының бәрін сенімді біліп, жаңағы мәнерлеп оқу сайыстары болса, оны жаттау, ән айту болса, оны жаттау, қандай да бір қойылым қою керек болса, мәнерлеп сөйлеу. Ең бірінші қабілет балалардың жаттау қабілеттерін, оқу қабілеттерін дамыту. Осы орайда біз қаншама оқушылармен жаңағы дауыс дикциялары жөнінде жұмыс жасап жатырмыз. Жұмыстар енгізілді. Қимыл мен мимика, сахнаға сенімді қозғалу, киім мен сахналық бейне, қарым-қатынас мәдениеті, осылардың барлығы сахналық мәдениеттің құрамдас бөліктеріне жатады. Мектепте жүргізіліп отырған әрбір іс-шараларға бізде балалардың үлкен дайындық қажет болып жатады. Міне осы орайда біз мектепте тек қана мәдениетті қалыптастыруда біз мектептің мұғалімдермен қатар біз ата-аналарды да қоса қолдау жұмыстарын жүргіземіз. Бұл жерде яғни ата-аналарды біз бұл жерде көрермен ретінде көрсетеміз. Яғни сыни тұрғыдан көруге. Әртүрлі, мысалы, мектепте мәнерлеп оқу, би өнері болсын, күнделікті жүргізіп жатқан сабақта сөйлеу өнерін бәрін осы сахнадағы мәдениет арқылы балалар қалыптастырады. Қазіргі таңда балалардың кітап оқуында есте сақтау қабілеттері көбісі мобильді жағдайға, жаңағы интернет желісіне байланысты қатты бейім болғандықтан мәдениеттік сахнаны сақтау бізге өте керек құрал. Осы орайда біз ең алдымен мәнерлеп оқыған кезде, балалар сахнаға шығар кезде, ең бірінші сахнаның сәні, баланың сырт келбеті, орындайтын шығармасына байланысты баланың киімі, баланың эмоциялық түрі, өзіне деген сенімділігі, қорықпауы, балаға батылдық беру, балалардың жаңағы өзін таңдаған әрбір рөлдерді ойнаған кезде әрбір рөлге кіре алуы, өзін өзі ұстай алуы, сонымен қатар
ең басты мәдениеттің, сахнаның балаларға ең басты қажетті, керекті не бұл батылдық. Яғни көпшіліктен қорықпау, өзінің ойын кең деңгейде жеткізіп тұру. Сонымен қатар балаларға роль таңдағанның өзінде балалардың деңгейін көру, құндылыққа негізделген тәрбиеге байланысты өздерінің жақсы жолдарын, жаңағыдай, мысалы, бір бала қоянның рөлін ойнап тұрса, бір бала қасқырдың рөлін ойнап тұрса, сол баланың бет пішініндегі эмоциясы сол рөлге сәйкес келу керек. Осы орайда міне осындай жақсы мәдениетті қалыптастырамыз өнер, жаңағы сахналық қойылымдарға. Одан кейін бізде осы мектепшілік көптеген тәрбие, бір тұтас тәрбиенің аясында бізде көптеген іс-шаралар өтіп жатады. Сол өткен жағдайда көбінесе балаларда жаңағы сахнаның мәдениетіне қалыптаса алмай жатқаны көрінеді. Осы соң мектептің шағын сахнасында өзін көрсете алмаған батылдықты үлкен сахнаға шыққанда мүлдем көрсете алмай қалады. Өлеңнің сөзін жаттамай, ұмытып қалуы мүмкін, не болмаса қобалжуы мүмкін. Баланың дауыс интонациясында, мимикасында барлығында өзгерістер болуы мүмкін. Сахналық мәдениет үйретудің тиімді әдістерінің ең басты, жаңа айтып отырғаным, рольдік ойындар әдісі. Бұл жерде жаңағы өздеріңізге айтып өткендей, әрбір рөлді ойнағанда сахнада еркін ұстау. Одан кейінгі көрерменмен байланыс орнату ең басты. Екінші жаңағы негізгі қағиданың бірі көрерменмен байланыс орнату. Яғни қандай да бір қолайсыз жағдай болып қалса, техникалық ақау болып жатқанда бала жаңағы жағдаяттан шығу, яғни көрермен арқылы жағдаяттан шығуға үйрету. Сахнаны өзіне, сахнада тұрып отырған көрермендерді өзіне тарту, бейімдеп алу, әдемілікпен, әдемі сөздермен бейімдеп талқылап өзіне жақындатып алу. Одан кейінгі тағы да бір қағидамның бірі образ сипаттамасы. Образ сипаттамасы бұл жерде орындаушының көзі отты, сенімді болу керектігі. Әнші залға тік қарап, тыңдармандардың жүрегіне жеткізу үшін әр сөзді анық айтып, зор, өзіне сенімділікпен шығу керек. Қимыл, қозғалыс. Ол жерде әннің басталған сәтінен оқушы сахнаның ортасында нық тұрып, өзінің денесін тік ұстау, еркін, мақтанышпен, сезіммен, сол жерде өзі ғана тұрғандай, сахнадағылардың бәрі өзіне қарама, жаңағы қолдап, сол адамды ғана көріп тұрғандай жұмыс жасау керек. Бұл жерде ең басты роль мимикада керемет рөл ойнайды. Енді рөлдік ойындардың тапсырмасы бойынша бізде мимика, мен қазір мысалы әртүрлі әннің, патриоттық ән, лирикалық ән, жаңағы табиғи эмоциялық әндерге келгенде балалардың сахнада өзін өзі ұстауы өте бізге мектепте өте жетіспей жататын жақтардың бірі. Шағын жаңа жылдық іс-шара болғанның өзінде де балалар шағын рөлдің өзін кейде ойнай алмай жатады. Ол неге? Өйткені олар сахнаға, ортаға бейімделмегеннен. Сондықтан мен осы бағыттарды көріп жүріп, осы балаларды бейімдеп, мәдениетті, сахналық мәдениетке тартуға бірінші рөлдік тиімділікті алдым. Екінші, ән орындаған кезде вокалдық жаттығулар мен тыныс алу техникасы ол міндетті түрде. Жаңа мен сахнаға шығу, көрсету мақсаттарын, мәдениетін көрсетіп жатсам, енді ол жерде кәсіби вокалдық жаттығулар мен техникалық тыныс алу техникасын үйрету өте тиімді, өте үлкен зор рөлді алады. Яғни ол жерде ең бірінші баланың дыбысын қоюға жұмыс жасауымыз керек, жаттығулар жасауымыз керек. Өздеріңіз мысалы қазір отырған музыка пәні мұғалімдері сырғанау әдісі, гиласандыкі, дауысты дыбыстармен жаттығу, сосын кейін балаларға музыкалық тілмен сөйлеу, міне осының барлығы балалардың вокалдық жаттығуын үйретуге келеді. Одан кейін артикуляциялық жаттығулар. Ол жерде біз әндегі әрбір сөздің анық таза айту үшін маңыздылығын, сонымен қатар оқушыларға бұл жерде артикуляциялық жаттығу жасағанда біз айна әдісін көрсетеміз. Әрбір баланы сахнаға шығарда айнаның алдына тұрып дайындалады. Мәнерлеу оқу болсын, дебат жүргізсін, кеш жүргізушісі болсын, күнделікті тіпті мектептегі өтетін саптық жиынның ішінде жүргізуші болып, не болмаса қандай да бір іс-шараларда жаңағы келген оқушыларды, балаларды орындарын көрсетіп жүргізудің өзінде балаларға ең бірінші өзін қалай ұстау керек,
өзінің түрін өзі көру керек бірінші. Сондықтан бұл жерде айна әдісі өте үлкен рөлді ойнайды. Сонымен қатар қарындашты түстеу жаттығу деген бар бізде. Ол оқушының аузына қарындаш қойып, балалар сөйлемдерді анық айтуға, яғни бұл тілді жаттықтыруға келеді. Сонымен қолдану, мысалы, ол егер оқушы әнді шала, түсініксіз айтса, оған қарындашты түстеу әдісімен сөйлеу жаттығуын жасау түсіну керек. Өйткені бұл әдіс артикуляцияны жақсартып, сахнада сөзді таза айтуға үйретеді. Ал айна әдісі сахналық мәдениетті дамытуға, өзін өзгенің көзімен көруге айна әдісі өте пайдалы. Сонымен қатар дене қимылдарын үйрету жаттығулары бар. Сахнаға шыққаннан кейін осының бәрі үлкен рөл ойнайды. Дене қимылдар арқылы түрлі көңіл күйлерді бейнелеуге, яғни көңілді ән орындап тұрған кезде ол адам, бала, ән айтушы ортада эмоциясыз, ешқандай қимылсыз тұрып қалса, ол әнге баланың қимылы сәйкес келмейді дегенді білдіреді. Сондықтан дене қимылдар жаттығуын міндетті түрде жасауымыз керек. Мимика мен бет қимылдарын дамыту бұл өте үлкен рөл ойнайды. Өйткені оқушы айнаға қарап белгілі бір эмоцияларды көрсету керек. Мұңлы, лирика, драмалық әндер болса, драмалық оқулар болса, яғни бала бетіндегі мимикасымен, үнімен айтып тұрған жаңағы өлең жолдарымен, қандай да бір шумақтармен бетінің, беткі пішінің, мимикасы бәрі сәйкес келу керек. Сонымен қатар артикуляцияны жақсарту кезінде балаларға ең дұрысы айнаға қарап, ерінің дұрыс қимылдауына мән беру керек. Яғни дауысты қатты, вокалды қатты шығарып айтатын жерде ауыздың ашылмай үнсіз шығуы, ол яғни жаңағы жатты дауыстың қойылмауына әкеліп соғады. Қимыл мен дауыс үндестігі сахнада өте біріне бір сәйкес бейімділігі болу керек. Сондықтан ол өте керекті. Сонымен қатар жобалық әдіс. Бұл жерде жобалық әдістемеде мен мысалы сахна шеберімін жобасын менде жасауға болады. Яғни балалар сахнаға үйрене сол сахнаның шебері болу керек. Балалар бір рет шықпай, екі рет қайта-қайта шыққан бала сахнаның шебері болады. Бұл жерде сахналық мәдениетке жобада баулуда музыкалық шығарманы сахнада дұрыс орындау, қимыл қозғалыс пен дауыс үйлестірімін қалыптастыру, сонымен қатар көрерменмен байланыс. Бұл әсіресе балалардың шағын бастауыш сынып оқушыларының рөлді ойнаған кезде ата-аналармен отырған, көрерменмен қолдау жасау өте бұларға сенімділіктерін, өздерінің жаңағы рөлді жақсы ойнап шығуға өте пайдасы зор. Сонымен қатар дайындық кезеңінде баланы бір-бірден дайындамау керек. Бала бір-бірден дайындаса, көпшілікке ортаға үйрене қалады. Баланы көпшілікпен дайындықтың өзінде көрермен отыру керек, бала сахнаға бейімделу үшін. Сондықтан көрермен өте үлкен маңызды рөл атқарады. Туындату кезінде жаңа оқушылар әнді, мысалы, хор, квартет, квинтет орындаған кезде балаларға ең ортасында бір оқушы бастаушы болып тұрады, ол әнші міндетті түрде. Екі оқушы сахналық көрініс жасаушыларға келеді. Бір оқушы жүргізуші, яғни әннің мәнін түсіндіруші, бір оқушы қойылымның режиссері болатын. Осындай туындау кезінде ән жаңағы 4-5 оқушыдан тұратын топтар құрылады. Музыкалық талдау. Музыкалық талдау болғанда, мысалы, өзіміздің мемлекеттік әнұран орындағанның өзінде балаларға рухани, патриоттық күшті талқыладады. Өйткені ол әнді, мысалы, мемлекеттік рәмізіміз әнұранды орындағанда баланың бетінде жауапкершілік, сенімділік, жаңағы батылдық, ешқандай жаңағы басқа бейімде, жаңағы патриоттық ән айтып тұрғанда көңілді жаңағы билейтін ырғақтың мимикасын кетіруге, қозғалуға болмайтындығы бәрі осы мәдениеттің сахналық мәдениетке үйретуге келеді. Сонымен қатар әрбір баланың орындау сәтінде балаға көбінесе қолдау керек. Сен жақсы орындап тұрсың. Мысалы, мынандай қолдау, сен жақсы орындап тұрсың. Бүгін 2 шумақты жақсы орындадың. 3-ші шумағында сәл сенде кішкене осындай бір жұмыс жасау керек.
дауыс қоюынан, не болмаса жаңағы нотаға түсуінен, не болмаса жаңағы сахнада тұрғанда қимылынан, не болмаса жаңағыдай баланың көрерменге қараған кездегі әдеттерін қалыптастыруын ол жайлап бірден бала үйренбейді. Сондықтан бұл жайлап сахна мәдениетімізді солай үйретеді. Содан кейін музыкалық спектакль жобасы болады. Бұл жерде оқушылардың қойылым жасауға, музыкамен үйлесімді жұмыс істеуге, сонымен қатар жаңағы рөлді шаршамай, басында әдемі бастап, аяғында шаршап қалмау үшін басынан аяғына дейін бір рөлде ойнауға баланы қалыптастыру, шыдамдылыққа қалыптастыру өте баланың сабырлығы мен шыдамдылығына қалыптастырады. Яғни мысалы бүгін түлкінің рөлін ойнаса, мысалы түлкінің рөлін ойнап тұрса, сол түлкі кіргеннен бастап шыққанға дейін түлкі болу керек. Кейбір балалар шаршап, басын бастайды, аяқ жағында ойнай алмай қалып жатады. Ол жаңағы сахнаға бейімделмей шаршау. Сондықтан оны шаршатпау үшін балаларға жаңа сергіту сәті, рөлді жиі қоймай арасына шығарып, келтіріп тұру сәті, міне сондайлары болу керек. Осындай мәдениет енді бізде қазіргі таңда балалар бізде жан-жаққа облыстық, республикалық байқауларға, айтыс өнерлеріне, домбырамен жаңағы өздеріңізге көрсетіп өттім, күй тарту өнерлеріне бізде көп қатысады. Сол кезде осының бәрі сахналық, мынау домбырамен отырғанда бірыңғай отыру синхронды, домбыраны бірыңғай ұстау, бастарын тік ұстау, сосын жаңағы отырыстары, халық келген кезде көзқарастары, тартып отқан репертуарларына қарай сәйкес келулері, осының бәрі мәдениеттік, сахналық мәдениетке жатады. Осы құралымда менің осы оқушылардың сахналық мәдениетке қалыптастыруда осы жұмыстардың барлығы қамтамасыз етілген. Енді мен барлықтарыңызда да осындай жұмыстар жүргізіледі деп ойлаймын. Бүгінгі қорытындылай келе өздеріңізге мектеп оқушыларының сахналық мәдениетін қалыптастыруда, олардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, сөйлеу мәдениетін жетілдіру және тұлғалық дамуына ықпал ету үшін маңызды құрал болады. Сахналық өнер арқылы оқушылар өздерінің эмоцияларымен жұмыс жасап, өздерін сахнада көрсетуді үйретіп, ұлттық мәдениетімізді құрметтеуге тәрбиеленеді. Мектебімізде сахналық мәдениетті қалыптастыру үшін Кәусар бұлақ үйірмесі құрылған. Бұл үйірме оқушыларға актерлік шеберлік, сахналық сөйлеу қойылымдарын жұмыс жасау дағдыларын игеруге бағытталған. Сахналық мәдениетті қалыптастырудың бір жолы оқушылардың мектептегі сахналық қойылымдарға тарту. Мұндай іс-шаралар оқушылардың шығармашылыққа баулып, оларды командалық жұмысқа үйретеді. Сонымен қатар мұндай қойылымдар оқушылардың сахнада өзін-өзі ұстай білуімен қатар көркем сөйлеу дағдыларын дамытуға өте үлкен мүмкіндік береді. Мектепте сахналық мәдениетті қалыптастыру оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту мен тұлғалық өсуінің маңызды аспектісі болып келеді. Сахналық мәдениет арқылы балалар өздерінің эмоцияларын, тілдік дағдыларын, қарым-қатынастарын, шығармашылықтарын, коммуникативтіктерін, сонымен қатар өзін-өзі көрсетуін, өзін-өзі құрметтеп, өзіне деген сүйіспеншілігінің артуын көрсетеді. Бұл процесс олардың коммуникативті дағдыларын, әлеуметтік жауапкершілігін арттырады және қоғамдық өмірге белсене қатысуына, ортада өзін еркін ұстауға, ортадағы шынайылыққа үйретеді. Сахналық мәдениеттің маңыздылығы әсіресе ұлттық құндылықтарды дәріптеу мен қазақтың дәстүрін, өнерлерін ұрпақтан ұрпаққа жеткізу тұлғасын тұрғысынан ерекше. Театр, өнер шаралары мен шығармашылық жобалар арқылы оқушылардың көркемдік талғамы қалыптасып, өз мәдениетіне деген құрмет артады. Өзімді қорытындылай келе сахналық мәдениет тұлғаның рухани және өздерінің эстетикалық дамуына жол ашады. Мектепте бұл бағыттағы дамыту болашақ шығармашылық тұлғаны қалыптастыру кепілі. Егер сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Бұл бағдарлама, бұл жаңағы әдістемелік құралды біраз жылдар бойы жұмыс жасап келе жатырмын. Әртүрлі бағыттары бар. Таратуға, сіздердің региондарыңызға тапсырмаларды таратып көрсетуіне болады. Өздеріңіздің чаттарыңызға, личкаларыңызға жіберем, телефондарыңыз жазылған жерге.
Сондықтан сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Жақсы әріптестер, сұрақтарыңыз болмаса, барлықтарыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп қатысқандарыңызға рахмет. Сәттілік. Жаңа оқу жылын жақсы аяқтап, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.